Асқартау ағамыз, Асқартау әке, үлкенге бауыр, кішіге аға бола білген. Біздің міне кезінде қазақтың небір ұлыларының кіндік қаны тамған жері. Небір қазақтың ұлыларының табаны тиген біздің Қоянды жәрмеңкесі. Осындай ұлылар шыққан, ұлылар аунаған жерден біздің Қайыржандай ағамыздың да дүниеге келмеуі мүмкін емес. Міне ол кісінің жаңа жақсылықтарын, азаматтығын, кісілігін, тектілігін бәрін айтып жатыр. Сондықтан енді осындай азаматқа тіршілігінде, тойда, ойын сауықта, осындай жиында бірге жүрдік, дәмдес болдық ол кісімен. Енді сондай азаматқа бір екі шумақ өлең арнамау, еске алу бір өлең жазып берем, соны оқып қабыл алыңыздар. Еске алу Қайыржан Іңкәрбекұлына. Келетін өзіңменен ақбасыңа, қымбатау киел өлкең әр тасыға, теректі қызыл шірік туған жерің, ардагер әкеңіздің отбасында. Әкеден ерте қалдың, босамадың, арысы өздерің боп босағаның, қайсар ұл әлдегімге жалтақтамай, бауырында өсіп едің екі қос ананың. Қатал тағдыр көрсеткен көп талабын, төзбеске сірә сонда жоқ тамалың. Қадиша анамызда ерен екен, әкесіз жеткізіпті 4 баланы. Ананың алға ұстап тағылымын, еңбекпен ер жетеді алып ұлың. Іркендей апамызбен бас қосады, жігіт боп оңын солын танып ұлың. Отаға жарға құшақ жаясында, өсіпті бір ұл бір қыз саясында. Апамызға құрметі бөлек еді, жақсы көрді аянын саясында. Болмысың тудырмайтын жатқа күдік, ағыңнан тұрушы едің ақтарылып. Кешегі сіз жүргізген К-700 тракторың тұратын бапталынып. Қасына жуымастан қарамыстың, бітуін қалаушы едің адал істің. Өзіңде ерекшелеу жігіт болдың, иесі едіңізде қара күштің. Апай төс, дембеуші беліңізде, спортқа бейімеді ебіңізде. Талайдың жамбасын жеріс кеткен палуан ұл, оған куә мынау еліңізде. Жақсағам ән салғанда ұнаушы едім, өрнекте өлең жолын құраушы едім. Өзіңмен той думанда бас қосқанда, Мәдидің әнін айт деп сұраушы едің. Ол күндер бізден бүгін алыс қалды, ағалы бауыр болдық танысқалы. Зейнет жаста өзіңе бұйырмады, немере сүюде алыстады. Еңбексіз басқа бақыт келмеседі, арыс қой елі үшін терлесері. Еңбектегі ерлігі медалің бар, еңбектерің елеусіз емес еді. Күнің күліп тұрғанда аспаныңда, жанып тұрған жігітең жас шағыңда. Мәңгілік мекеніңе кете бардың, 61-ден енді ғана асқаныңда. Ақыл бол, соңында қалған осы ұрпағына, өзінің міне тілеулес жұртына, еліне ұзақ ғұмыр берсін. Мынау оқытылып атқан Құран қабыл болсын. Бағанада міне небір жақсы естеліктер айтылып жатыр. Орнында бар оңалар дейді ғой. Өзінің осы қос қанатындай міне аяны мен саясы міне аяттан үлкен, осы өздеріңіз сияқты үлкен ақ жаулықты ана болып, мынандай міне ақсақалда біздің әкелеріміз болуға Алла нәсіп етсін. Біздің мынау Қайыржан әкеміздің, ағамыздың міне жасамаған жасын ұрпағына, кейінгі халқына нәсіп етсін. Жақсы күндерде жолығайық, құрметті жамағат.